Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздерді TeleApp сайтымен таныстырғым келеді. Бұл сайт күнделікті сабақта қолдануға өте ыңғайлы, ешқандай тіркелуді қажет етпейтін сайт болып есептеледі. Бұл сайтта сіздер сағатты қоя аласыздар, жеребе тарта аласыздар, топқа бөлетін кезде таймер қоя аласыздар. Қазір сіздермен жеребе таңдауды көрейік, қалай жұмыс жасайтынын. Яғни бірінші таңдап аламыз, одан кейін өзімізге қажетті мәтінді енгіземіз. Мысалы, топқа бөлген кезде біз әр топты жеке-жеке топтағы оқушыларымызды рөлге бөлеміз. Сол секілді жазайық, мысалы, хатшы, таймкипер, мысалы, уақытты бақылайды. Баяндаушы топтағы талқыланған тақырыпты баяндайды. Реттеуші топтың жұмысын реттеп отырады, үнемі. Сарапшы, бұны да білеміз, тақырыбымызды талқылап, сұрақтарға жауап беріп отырады. Енді старт деген батырманы басамыз. Мінекей бізде тақырыпшыларымыз алынды. Енді оқушыларға айтамыз, өздерінің рөлдерін таңдау үшін берілген яшықтың біреуін таңдаңдар деп. Біреуін таңдайды. Сол кезде бізде ар жағынан қажетті таңдаған сөзіміз шығады. Келесі мүмкіндіктерін де байқап көрейік. Мысалы, сағат, экранға үлкен қылып, балаларға тапсырманы берген кезде осылай сағатты да шығарып қоюыңызға болады. Бұдан өзге, өзіміз үнемі сабақтарда қолданатын фортуна дөңгелегі. Бұл әдіс оқушылардан сабақ сұраған кезде, немесе тақырыпқа қатысты түрлі сұрақтар қойған кезде өте қызықты, сондай пайдалы әдіс деп айтуға болады. Мысалы, мен оқушылардан сабақ сұрағым келді делік. Бірінші оқушылардың атын осылай теріп аламын. Одан кейін нажмите, чтобы крутить деген батырманды басамыз. Міне, бізге сабақты кім айтады, немесе сұраққа кім жауап береді дегенде бізде оқушымыздың аты осылай белгіленіп шығып келеді. Бұл сайттың айттым ғой, бұл ерекшелігі, бұл жерде тіркелудің қажеті жоқ. Осылай ашып барлығын орындай бересіздер. Әсіресе математика пәні мұғалімдері үшін бұл өте пайдалы сайт деп айтсам болады. Мысалы, сантиметр өлшемдері, бұл жерде транспортир бар. Одан өзге ондық сандар, жүздік сандарды өткен кезде өте пайдалы сайт. Мысалы, QR генератор, бұны біз білеміз. Міне, берілген жолға біз осылай сілтемені қоямыз. Қажетті сілтемені, одан кейін создание QR кода деген батырманы басамыз. Бізге дайын QR кодты шығарып береді. Бұл әсіресе электрондық кітап жасаған кезде, немесе оқушыларға электронды түрде тапсырма берген кезде өте жақсы. Осылайша QR кодты шығарып, тапсырмамызға қою арқылы оқушыларымызға бере аламыз. Келесі таймер обратного отчета дегенді көрейік. Яғни бұл белгілі. Бұдан өзге секундомер де бар. Қалаған уақытымызды белгілеп, оқушыларға тапсырманы 10 минутқа немесе 5 минутқа беріп, экранға шығарып қоюымызға болады. Келесі бізде, мінекей көріп тұрсыздар, транспортир. Математика сабағында мұғалім тақтада осылай электронды транспортир арқылы сабақты түсіндіруге өте жақсы деп айтсам болады. Неге жылжытып қоюға болады. Келесі генератор случайных чисел. Мен бұны өз сабағымда оқушыларға санды қазақша үйреткен кезде қолданамын. Өте қызықты, балалар қызығып орындайды. Бұл жерде бір санның шегін өзіңіз қоясыз, мысалы 1-ден 100-ге дейін немесе 100-ден 1000-ға дейін деп. Одан кейін сандарды генерировать еткен кезде осылай сізге шығып келеді. Балалар осыны мысалы қазақшасын маған айтып беру керек. Видеодағы айтылған ақпарат сіздерге ұнап жатса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып қойыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Алда әрі қызықты видеолар күтуде.